Сәлем балар, 2 сынып математика сабағы 120 сабақ. Жазық фигуралардың модельдерін бөліктерге бөлу, олардан композициялар құрастыру тақырыбы. Бірінші тапсырма. Практикалық жұмыс. Торкөз қағаздан суреттегідей 2 фигура қиып ал. Олардан тік төртбұрыш құрастыр. Балалар, ең алдымен суреттегідей торкөз қағазға сызып алыңдар. Содан соң фигураларды қырқып, тік төртбұрыш шығатындай етіп орналастырып, жабыстырып алыңдар. Менде тік төртбұрыш фигурасы шықты. Екінші тапсырма. Зерттеу. Суретте бейнеленген фигураларды ата. Балалар, ең алдымен суретке жақсылап зер салыңдар. Бұл суретте үшбұрыш, шаршы, төртбұрыш фигуралары бар. Неше шаршы бар? Суретте үлкен және кіші 2 шаршы бар. Суретте неше үшбұрыш бар? Суретте 8 үшбұрыш бар. Және суретте 5 төртбұрыш бар. Яғни ол төртбұрыштар шаршы емес. Үлкен шаршы неше бөлікке бөлінген? Үлкен шаршы 7 бөлікке бөлінген. Үшінші тапсырма. Танграм ойыны. Партаға 2-ші тапсырмадағы үлкен шаршының бөліктерін қой. Осы бөліктерден құстың бейнесіне, балықтың бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр. Балалар, төмендегі суретке назар аударыңдар. Бұл балықтың суретіне ұқсайтын композициялардың құрылысы болып табылады. Ал енді өз ойларыңнан құстың немесе балықтың бейнесіне ұқсайтын композиция құрастырып көріңдер. 4-ші тапсырма. Қабырғаларының ұзындығы 3 см және 2 см болатын тік төртбұрышсыз. Оны бірдей 3 тік төртбұрышқа бөл. Осылардың біреуін жасыл түспен боя. Содан соң 2-ші тік төртбұрышты бірдей 2 шаршыға бөл. Шаршыларды қызыл және көк түстермен боя. 3-ші тік төртбұрышты бірдей 2 үшбұрышқа бөл. Оларды сары және қызғылт түстермен бояп ал. Балалар, ең алдымен ұзындығы 3 см, ені 2 см болатын тік төртбұрышты сызып аламыз. Содан соң бұл үшбұрыштың ұзындығынан 1 см-ден осы тік төртбұрышты 3 тік төртбұрышқа бөліп аламыз. Олардың бірінші тік төртбұрышын жасыл түске, екінші тік төртбұрышын 2 бірдей шаршыға бөліп, ол 2 шаршыны қызыл және көк түстермен бояп қоямыз. Содан соң үшінші тұрған тік төртбұрышты бірдей 2 үшбұрышқа бөлеміз. Ол үшбұрыштардың бірін сары және екіншісін қызғылт түстермен бояп қоямыз. 5-ші тапсырма. Суретке қара, қандай 4 фигуралардан шаршы құрастыруға болады? Бұл жердегі 4 фигурадан шаршы құрастырып көрейік. Ең бірінші тұрған фигураны дәл осылай қалдырып, оның 2 жанына 4-ші және 5-ші фигураларды қосамыз. Ал содан соң 2-ші фигураны да қосып қоямыз. Міне, осылайша бізде шаршы фигурасы құрастырылды. 6-ші тапсырма. Есепте. Бұл жерде қарапайым амалдар берілген. Амалдардың орындалу ретін еске түсіре отырып, есептерді шығарып көрейік. Бөлу және қосу амалы келген уақытта ең бірінші бөлу амалын орындаймыз. 27 мен 3 санын бөлсек, бөліндінің мәні 9-ға тең болады. 9 пен 65 сандарын қосқанда өрнектің мәні 74-ке тең. Келесі өрнек. 82-ге қосамыз 16 мен 4-тің бөлінісін. 16 мен 4-тің бөлінісі 4-ке тең. Ал 82 мен 4 сандарының қосындысы 86-ға тең болады.
Келесі өрнек. Жақша ішінде 97 азайту 52 бөлінген 5-ке. Бұндай өрнектерде ең алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. 97 мен 52 сандарының айырмасы 45-ке тең. Ал 45 санын 5-ке бөлгенде өрнектің мәні 9-ға тең болады. Келесі өрнектер. 73-тен азайтамыз 20 мен 3-тің көбейтіндісін. 20 мен 3-тің көбейтіндісі 60-ға тең болады. Ал 73 санынан 60 санын азайтқанда өрнектің мәні 13-ке тең болады. 7-ші тапсырма. Торкөз қағаздан төмендегідей фигураларды қиып ал. Олар тік төртбұрыш, кішілеу келген тік төртбұрыш және төртбұрыш. Осы фигуралардан күйменің және үйдің бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр. Мен ең бірінші суретімде осы 3 фигураны қиып алып, күйменің композициясын құрастырдым. Және екінші суретке назар аударсаң, ол жерде үйдің бейнесі бейнеленген композиция құрастырылған. 8-ші тапсырма. Фигуралар арқылы берілген сөйлемді оқы және оның мағынасы қалай екенін түсіндіріп көр. Балалар, кестедегі шартты белгілерге мұқият назар аударып алайық. Және бізге берілген 2 сөзден тұратын сөйлемдегі не жазылғаны туралы тауып алатын боламыз. Ең алдымен бірінші сөзге назар аударайық. Бірінші сөздегі төртбұрыш жарпы, одан соң төртбұрыш ерпі және 2 үшбұрыш қисайып тұрған сурет Р әрпін береді. Демек, жер, одан әрмен қарай тағы да оқып көрейік. Дөңгелек көк түс Қ әрпі, үшбұрыш сары түс А әрпі, 5 жұлдыз З әрпі, жартылай үшбұрыш ашық А әрпі, дөңгелек Н әрпі, үшбұрыш сары түс А әрпі екен. Демек, біздің жасырынған сөйлеміміз жер қазына деген сөйлем екен. Өте жақсы балалар. Ал енді жер қазына дегенде кім, қалай, нені түсінетінін баяндап көріңдер. Мысал үшін, жер қазына деп отырған байлықтың барлығы жерде екенін және еңбекте екенін ұқтырып жатыр. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және осы каналға тіркеліп алыңдар.